Менің мамандығым неке келісімін тіркеуші. Бұл жердің заңы бойынша некелесуге болады да, ажырасуға жол жоқ. Ал неке белгілі бір уақытқа дейін жарамды. Уақыты келген кезде оны қайта ұзартуға болады. Егде жастағы ерлі зайыпты бір жұпты мен 3 жылдан бері танимын. Олар неге бірден 8 немесе 10 жылға келісім шарт жасамайды екен, соны түсінбедім. Керісінше, некелескендеріне осыншама көп жыл өтсе де, оны жыл сайын ұзартып отырады. Қария жұбайының Альцгеймер ауруына шалдығып, ұмытшақ болғанын айтты. Сондықтан қария әр жыл сайын жұбайына сөз салып, некелесу рәсімін өткізуге бел буған. Осылай жыл сайын оған бір рет болса да қуаныш пен бақыт сыйлай алған. Қандай керемет романтика. Сен де маған солай істейсің бе? Сен не дейсің? Бірақ мен уақыт өте келе, неке келісімінің уақытына бола ұрсысып, немесе кішігірім мәселелерге бола неке келісімін ұзартудан бас тартқан жағдайларды көрдім. Жұмыс кезінде мен өз ісімді тыңғылықты орындаймын. Бірақ барған сайын шатасудамын. Екі адамның бірге ғұмыр кешуінің мәні неде? Уақыт боп қалды. Қайтып келгенсін сөйлесейік. Онда жұмысыңа бара бер. Әр күні жүріп өтетін көшелерімнің бірдей болғаны сияқты. Әр жыл ұзартылып отыратын неке келісім шарты да сондай еді. Бірақ бүгін менікімен жас. Қария неке шартына 100 жыл деп жазыпты. Бұл менің бірінші 100 жылым еді. Мен таңырқап, неге 100 жыл деп сұрадым. Дәрігер оның 1 жылға жетпейтін уақыты қалғанын айтты. Мен жұбайыммен келесі өмірде де бірге болғым келеді. Келді. Олардың осы сөздерінен кейін мен барлық нәрсені тастап, тезірек сені көргім келді. Саған өз жауабымды айтқым келеді. Мен келісемін. Уақыт ең жақсы келісім шарт. Уақыт махаббат.